Бұл Брайан Джонсон 45 жаста. Ол жылына 2 миллион долларын қайтармау үшін жұмсайды. Оның басты арманы 18 жастағы ағзасын қайтарып алып, 200 жыл өмір сүру. Бұл үшін Брайан күніне 111 таблетка қабылдайды. Оның денсаулығын күніне 30 маман бақылап отырады және күніне түрлі процедуралар жасап, түрлі анализдер алады. Тіпті түнгі уақытта эрекция санын есептейтін де құралдары бар, және бұл қалжың емес. Ол қатаң күн тәртібін ұстанады. Ұйықтар алдында 2 сағат бұрын көк жарықты бөгейтін көзілдірік киеді. Дәл сағат 8:30-да ұйықтап, таңғы 5-те тұрады. Бұл уақытта оны ешкім мазаламау керек. Тіпті қызбен кездессе де бөлмелері бөлек болады. Ішу тәртібі де ерекше. Бірінші асы таңғы сағат 6-да, екіншісі таңғы 8-де, үшіншісі 11-де, және барлығы вегандық тағам. Брайан көп сөзді ұнатпайды. Тіпті өзінің туған ұлымен де қалайсың қайырлы таң деген қарапайым сөздерді айтпайды. Себебі ол оның тәртібін бұзады. Айтпақшы, Брайанның ұлы да оны қолдайды, әрі оны да сол режимді ұстанады. Бір уақыттары Брайан 2 ай бұрын ұлының қанын өзіне құйып келген, бірақ ол оны жасатқан жоқ. Соған қарамастан Брайанның істеп жүргенінің нәтижесі бар. Оның жүрегі 37 жастағы адамның деңгейінде, ал терісі 28 жастағы адамның деңгейінде. Ал өкпесі мен физикалық формасы 18 жастағы баланың деңгейінде. Бірақ көбісі Брайанды психикалық ауытқуы бар деп ойлайды. Өмірі тым шектеулі, қызықсыз деп санайды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Комментке жазып кетіңіз.